Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін Ераказавто кезек шығарылымын жалғастырады. Мен біршама уақыт болған жоқпын, белгілі бір себептермен. Бүгінгі шығарылымды өзім жүргізетін боламын. Бүгінгі шығарылымда Қарағанды көлік базарын тағы бір рет көрейік. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ең шетінен бастайық көліктердің. Кабан Mercedes S300 дизель дейді. Дизель қозғалтқышымен 94 жылға турбо дизель дейді. Бағасы 3 миллион теңге дейді. Одан кейін келесі көлік бізде Mercedes көлігі Luparik. 2.4 қозғалтқышы 99 жылға 2,5 миллион теңге дейді. 2,5 миллион теңге, түсі жасыл екен. Біздің Қарағандының көліктерін бағалары осындай. Келесі көлік бізде Mitsubishi Space Runner 96 жылға 1.8 бензин. Механикалық беріліс қорабы механикалық. Бағасы 1 миллион 650 мың теңге дейді. Келісім бар дейді. Қысқы дөңгелегімен тұр екен. Жақсы, одан кейін көлік бізде Volkswagen Venta 93 жылға 2 литр 1 миллион 700 мың теңге. Беріліс қорабы автомат түрде. Тез сүріп жатырмын, өткен достар, дала өте қатты аяз. Біз жақта бүгін 8 наурыз 2014 жылғы автомат Renault Stepway. Өздеріңіз білетіндей, бұның сатысы 4 сатылы, беріліс қорабы 4 сатылы. Адымды дейді, сатылы дейді. Арғайсы әртүрлі айтады. Одан кейін бізде Hyundai Accent 2015 жылғы, бағасы 4 миллион 300 мың теңге, басқа ештеңке жазбапты. Мына көлікті білем, бұл көлік өте ұзақ тұрған көлік, бір перекөптің көлігі. Одан кейінгі Priora. Priora 2015 жылға 72 мың шақырым жүрген механика, 2 миллион 460 мың дейді, механика. 72 мың шақырым жүрген, шанағы бәрі жақсы, бірақ өзінің бағасына тұрмайды. Неге десеңіздер, жаңа көріп шықтым, ең толық комплектация емес, ең сорлы комплектациясы, кондиционерде жоқ. Одан кейін бізде BMW X5 көлігі. X5 көлігін айтайын, қазір сіздерге ішіне қойып қойыпты. 2007 жылға бағасы 6 миллион 700 мың теңге, жүрілген шақырым ештеңкесін жазып апты. Бұл көріп тұрғандарыңыздай америкалық нұсқасы емес. Бұл не еуропалық, не таза неміс. Бірақ 13 жыл болған көлік, бәрібір сорыңызды қайнатады бұл көлік. Бензинмен. Одан кейін бізде Volkswagen Passat B3 1.8 моно дейді, 1 миллион 400 мың теңге, 92 жылғы. Бағалар қайда кетіп баратыр. Одан кейін тағы Passat. Қарағандыда өте Volkswagen Passаттардың түр-түрімен Volkswagen Passat өте көп Қарағандыда бізде. Алдыңғы видеоларда да, шығарылымда да көрдіңіздер ғой, өте көп Passat деген Volkswagen. Passat 92 жылға 1.8 моно 1 миллион 250 мың дейді. 1 миллион 250 мың теңге. Мына Passat жаңа алыстан сразу көзге көрінді. Өзім мына қазір сыртын бір бөлек түсіріп шығамыз. Өте сапалы боялған екен. Өте керемет боялған. Passat B4 94 жылға 1.8 1 миллион 650 мың теңге дейді. Ана екі Passatқа қарағанда мынау оң жаны шоколад екен сырты. Ой, бұл үшін бәрі таза екен. Өте ұқып ұстаған екен көлікті. Тек қана бір титанг салып жүрсен, штамппен тұр екен әттең. Достар, бізде келесі көлік УАЗ көлігі. Бағасын көрейік. Бұл көлік өте ұзақ тұрған көлік. Ішін бәрін қаптап, сыртын тентін ауыстырыпты. Бұл өте ұзақ тұрған көлік. Сырты боялған, сыртынан жақындап камерадан берілмейді, бірақ жақындап қарасам өте нашар боялған. Одан кейін көлік бізде дала өте аяз достар. Ренжімеңіздер, тез түріп жатырық. Тіліміз дұрыс нетпей жатыр. Сөйлей алмай жатырық. Жүк ештеңге жазбапты, номерін ғана жазып кетіпті. Демек, бұда 1.6 қозғалтқыш белгілі. Бағасын жазбапты. Одан кейін бізде Mitsubishi L200 көлігі 2014 жылғы 2.5 дизель механикалық қорап, еуропалық нұсқасы, ең толық комплектация 8 миллион теңге. 8 миллион теңге. Достар, өте жағдай жақсы екен көрініп тұр көліктің, бірақ бағасы меніңше қымбаттау сияқты.
далаға арналған көлік, өте шанағында бір майысқан сайысқан жерлері жоқ, әрине боялған жерлер көрінеді көзге. Одан кейін бізде так екі көлік сатып тұр екен иесі. Toyota Camry дейді, тағы бір тастакет характеристикасымен. Одан кейін Toyota RAV4 2 литр қозғалтқышымен. Так, қай жылғы екен? Ең толық комплектация дейді. Пробег 145 мың. Оттама 145 мың емес бұл кезде. Так, жоқ. Бір хозяин болған дейді 10 жыл. Так, бағасы 4 миллион 100 мың теңге дейді. 2003 жылғы көлік, бір хозяин 10 жыл болған. 10 жыл болған. Одан кейін көлік бізде Lada Granta. Білмеймін, орыстың көліктері маған бір жақсы мақтамаймын ешқандай, бірақ бір ұнайтын бензин жемейтін көліктер, бірақ консервный банкі дейді, сол 2018 жылғы 1.6 26 мың шақырым жүрген екен. Так, 26 мың шақырым 3 миллион 200, бағасы жақсы достар, өйткені беріліс қора бұл жерде автомат, өзінің бағасына сай. Қалтамда осындай ақша болса, Грантаны алып шамалы сатып айналдыруға жақсы көлік негізі Грантада. Таксистерге жақсы. Одан кейін бізде Sanyong Action дейді. 2014 жылғы 4,5 миллион теңге, ешқандай характеристика жазбаған. Автомат беріліс қорабы, білмеймін, өте өзіме ұнамайды именно осы кореялық көліктерін. Sanyong деген бір сұқынсыз көліктер, кімде бар ренжімеңіздер достар. Mazda CX-5 көлігі ешқандай да жазбаған, просто так тастап кеткен екен. Кожа рожа бұлғар салонымен. Одан кейін бізде Volkswagen Polo 2019 жылғы ең толық комплектация 5 миллион 500 мың теңге дейді. Көлік жақсы, жалтырап тұр. Достар, келесі көлік бізде Mercedes EML көлігі 320 3.2 қозғалтқышымен 99 жылғы 2 миллион 750 мың теңге дейді. Бұл американдық нұсқасы екен, американдық нұсқасы. Кезінде осын айтам, автомерде көлік қарап жүрген кезде көлікке өте қатты қызығам, сол кезде көліктерді барып қарайтынмын. Сол кезде ана осындай ML-дер 99, 98 жылғы, 2000 жылғы ML-дер миллион 700, миллион 650 мың теңге тұратын сол уақытта. Келесі көлік бізде Toyota Picnic 97 жылғы 2 литр 3 миллион 250 мың теңге. 3 миллион 250 мың теңге дейді достар. Жақсы. Одан кейін бізде Toyota Avensis көлігі түсі өте қанық екен, күшті әдемі көрінетін цвет екен. Так, 2007 жылғы 1.8 автомат, ең толық комплектация деп жазып қойыпты. Тонировка шамал бар секілді, тонировка бар шамал. Өте достар, Toyota Camry қарағанда білмеймін не екенін өзіме қатты ұнайды, және іші Toyota 30-дан да 40-дан да 45-тен де салон өте әдемі. Келесі көлік Volkswagen Polo. Так, осылай айта салайын, әрғалай қисық қойып кетті көліктер. 2015 жылғы 4 миллион 400 мың теңге, ар жақта жаңа 5 миллион теңге сұрады ғой, қап-қара түс. Одан келесі көлік бізде Lada Granta 2014 жылғы бағасы 2 миллион 300 мың теңге. Так, 16 клапан дейді. Бұлар негіз көбінде 8 клапан болады. Ну робот екен ғой еще. Автомат емес, робот. Робот екен. Так, бізде Toyota Camry, байқа. Біздің ең жақсы көретін көліктеріміздің бірі. Қандай дейсіздер ғой? Toyota Camry 2012 жылғы 2.5 қозғалтқышымен 6 миллион 500 мың теңге достар. 6 миллион 500 мың теңге. Осындай да ішін киіп кетеді екен. Кезінде олар 4 миллион 400, 4 миллион 500 тұрды ғой. Оның өзі жапондық нұсқасы, не еуропалық нұсқасы. Мұны америкалық нұсқасы. Бәрібір жапондық немесе еуропалық нұсқасы өте тамаша болады. Одан кейін бізде Opel Astra көлігі 99 жылғы дейді, 1 миллион 550 мың теңге дейді бағасы. Бұнда түсі өте жақсы ойылған екен достар. Ескі көліктер жақсы ойылғанда өзі бір бөлек көрінеді. Одан кейін бізде CR-V, Honda CR-V көлігі 2003 жылғы қозғалтқыш көлемі 2 литр, автомат, кондер-мандер бәрі бар. Бағасы 4 миллион 250 мың теңге дейді. 4 миллион 250 мың теңге. Honda CR-V өте осылардың алдыңғы версиясы бар, осының алдыңғы версиялар, соларды көбісі мақтайды, өте шыдамды көлік деп. Енді мынасын біле қоймадым. Одан кейін бізде алдынан шыға бер. Одан кейін бізде Volkswagen Passat көлігі. Passat уже достар, мына кезінен тұр ғой, Passat бар ғой, Passat. Қарағандыда Passat қапта кетті. B4 95 жылғы 1.9 дейді қозғалтқыш көлемі. 1 миллион 380 мың теңге. Қозғалтқыш көлемі 1.9, демек дизель. Дизель жазбапты. Бұл 1.9-дар дизель болады. Так, Opel Vectra
Б дейді. 1997 жылғы 2 литр. Бағасы 1 миллион 450 мың теңге дейді. Осы неге екен білмеймін. Қазіргі көліктерге қарағанда ескі көліктердің бұлғарысы өте сапалы көрінеді. Қараңызшы, ескі көлік қай жылғы? 97 жылғы көлік, 23 жыл болған көлік. қараңыз. Не отырмағанда қазіргі анау көліктерді қарайтын болсақ, көбісінің кожалары тез отырып қалады бұлғары. Одан кейін бізде Mazda көлігі универсал 2000 жылғы 2 литр дизель 1 миллион 650 мың теңге дейді. Дизель сіздерді қатты қызықтырады деп ойламаймын, өйткені жеңіл көлікке дизель деген қатты бір керек емес сияқты. Одан кейін бізде Renault Stepway. Так, бағасын көре салайық. Так, 2015 автомат 1.6, бағасын жазбаған. 1.6 ғана екен. Бағасын жазбаған. Әрине Renault жаңа көліктер. Одан кейін бізде Audi A6 көлігі 1992 жылғы 2 литр 1 миллион 350 мың теңге. Ескі көліктердің бағалары қайда кетіп баратыр. Одан кейін Passat B3 92 2 литр 1 миллион 320 мың теңге дейді. Мен даусыма не болып баратыр, мына суықтан вообще даусым шықпай жатыр дұрыс. Келесі көлік бізде Mitsubishi Delica көлігі 1996 жылғы қозғалтқыш көлемі 2.4 газ бензин, бағасы 2,5 миллион теңге. Сонымен достар, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Сіздерге қай көлік ұнады? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Жалпы қараған көліктер қымбат па, арзан ба, ол туралы өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Достар, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылып қолдау білдіріңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде көріскенше аман сау болайық ағайын.